Сәлем достар, бүгін сіздермен оп-оңай тез дайындалатын, кез келген дастарханның көркін ашатын торттың рецептісімен бөліскім келеді. Ал бірге дайындайық. Ең алдымен бізге печеньелер қажет болады. Менде осындай печеньелер балаларымызға біз өте көп аламыз. Міне солардан қалғаны. Ал енді бұл печеньелерді блендерден өткізіп алатын боламыз. Ұнтақтап, міне дәл осылай ұнтақтадым. Бұдан қатты ұнтақтасаңыз да болады. Ал енді кремді дайындаймыз. Ол үшін бізге қойытылған сүтке еріген сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай толығымен араластырып аламыз. Сонымен крем дайын. Енді печеньенің үстінен осы кремді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Қойытылған сүт дегеніміз ол біздегі сгущенка. Осылай жақсылап араластырып дайындаймыз, және де керекті формамызды алып, сол формамызға саламыз. Барлығын салып болғаннан соң үстінен жақсылап басып шығатын боламыз. Негізі жасау жолы өте оңай, әрі дәмді шығады. Міне бетін басып болғаннан соң тоңазытқышқа кемінде 1 сағаттай уақытқа салып қоямыз. Міне менде 1 сағат өтті. Ал енді пышақтың көмегімен өзіміздің қалауымызша осылай кесіп шығатын боламыз. Және де бетін қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Мендегі бұл ерітілген шоколад. Дәл осылай ерітіп алып, беттерінен құйып шықтым. Сонымен біздің тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видео рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болғайсыздар.